Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге қысқа сақтауға арналған арбуздан жасалатын тосап, яғни варенье әзірлеп көрсететін боламын. Менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін, себебі өте оңай жасалады, әрі арбуздың дәмі вареньеде қалады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, сіздердің арбуздарыңыз осындай мармеладный цветте, әрі дәмі өте ерекше, әрі күшті болып шығады. Мынау арбузымыздың суы, енді дәмі өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Бізге қажет заттар әрине ол тек қана арбуз. Мен арбузымыздың ортасында тәтті қызыл бөлігін бөлек ыдысқа салып алдым. Мен одан қазір қысқа сақтауға арналған арбузный компот жабатын боламын. Оның рецептісі келесі видеода бар. Көрулеріңізге болады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Енді ағын, сыртын қабығын жасыл қаттысынан ажыратып аршып аламыз. Кішкене аздаған қызылы қалу керек біздің ағымызда, арбуздың ағында. Себебі арбуздың вареньесінде арбуздың дәмі қалу үшін. Өздеріңізге ыңғайлы қылып формада тураймыз. Қазіргі арбузымызды қайнатқан кезде ол езілмейді, сондықтан ауызға салуға ыңғайлы қылып, өздеріңіз қалаған формада турасаңыздар болады. Мен міне осындай формада турадым, кубик түрінде. Енді арбуздарымызды турап болғаннан кейін табамызға немесе қазанымызға салып, үстінен су құямыз. Менде 1 килограмм арбузға 1 литр су кетті. Сіздер де өздеріңіздің арбуздың килограммына байланысты су құясыздар. Келесі кезекте ас содасын саламыз. Менде 1 шай қасық ас содасын салдым 1 килограммға. Сіздер өзің арбуздың килограммына байланысты қосасыздар. Келесі кезекте осыны арбузымызды бір 15-10 минутқа қайнатып аламыз. Бір-бір қатып қайнатып алып, суын төгіп тастаймыз. Міне арбуздарыңыз көріп тұрғандай осындай болу керек цветі 10-15 минуттан кейін. Суын төгіп тастағаннан кейін міне қантымызды қосамыз. Менде бұл жерде 1 килограммға 800 грамм қант қостым. Осылайынан 1 сағат тұру керек, бөлме температурасында қант ерігенше. Одан кейін газ пешімізге апарып қосамыз. Міне видеода көріп тұрғандай мен қант қосылттым, міне суы шығып, қантымыз еріді. Енді баяу отта 40 минут қайнатып аламыз. Міне вареньеміз қайнап шықты. Біздің вареньенің қатты тәтті болғанын қаламайтын адамдарға жаңа қайнатып жатқан кезде 3 штук гвоздика және 1 лимонды сақтап турап қосып жіберіп бір қайнатып жіберсеңіздер, кішкене қышқылдау болып шығатын, тоже өте керемет бір варенье болып шығады. Мен тәтті болғанын қаладым, тек қана қантқа ғана пісірдім. Міне видеода көріп тұрғандай осындай мармеладный күшті болып шығады. Банкамызды стерильдеп, енді кішкене суығаннан кейін құя берсек болады. Міне біздің вареньеміз дайын. Үйден жасап көруге кеңес беремін менің рецептіммен. Қыста арбузды сағынып жегілеріңіз келген кезде осы вареньені жесеңіздер де болады. Осы рецептпен жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Өте керемет рецепт. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта күшті рецепттерді ең бірінші болып көру үшін.